Громатуха өзеніне көшкін түсіп, еріген қардың қатпарлануынан Риддер тұрғындары тәулік бойы сумен қамтылу мәселесіне тап болды. Кешке су толық көлемде келтірілді. Әкім Дәулет Батырбаев журналистермен өткізген брифингінде жерасты су құбыры неліктен қосылмағанын, тұрғындарға неліктен су тасымалданбағанын, ауруханалар, мектептер, балабақшалар өткен тәулікте қалай жұмыс істегенін айтып берді. Қар құрсауына барлығының сүйікті Громатуха өзені әр қыс сайын түседі. Көшкіннің түсуі біздің таулы өлкеміздегі қалыпты табиғи құбылыс. Мұндай кезде Риддер тұрғындары жылдан жылға табиғи сумен қамтылу көзінсіз қалады. Көмекке бүкіл қаланы сумен қамтитын жерасты су құбыры келеді. Бүгін 1 қаңтар сағат 9:30-да ЛКГС компаниясынан Громатуха өзенінің шатқалына көшкіннің өзіндік түсуі салдарынан тұтынушыларға судың берілуі тоқтатылатыны туралы ақпарат келіп түседі. Произошла закупорка русла реки. Өзен арнасына еріген қар қатпарланған. Қар өте үлкен көлемде қатпарланып, судың ағымына бөгет жасаған. Салдарынан сол қатпарланған қардың массасының арнаға түсуіне тосқауыл қоюға тура келді. Жалғыз әдісі сол болды. Табиғи жолмен қатпарды су кетірді. Біраз уақыттан соң оның көлемі азая бастады. Содан соң 6-7 сағаттай ішкі тораптар тазартылды. Күндіз аудандар мен Дасафтан басқа жерлерде тұрғындардың крандарынан су бәсеңдеп жоғала бастады. Әкімдік қала тұрғындарын қар қатпары сумен, табиғи жолмен кететінін, қатпардың дәрежесін жолдың жоқтығымен анықтау мүмкін емес екендігін, ал көшкін түсуі мүмкін телімнің ұзақтығы 45 шақырымды құрайтынын мәлімдеді. Ресми хабарламада төмендегідей айтылды. Қазіргі уақытта жерасты су құбырының қосылуы жүруде, қосу жұмыстары жүргізілуде. Сол күні кешке тұрғындар жерасты құбырынан су неліктен берілмей жатыр деп алаңдай бастады. Кешірек анықталғандай, оның техникалық себептері болған екен. С 8 на 9 на 46-й подстанции 8-нен 9-на қарай біздің РЭК-тің 46-шы подстанциясында тұйықталу болып, қатты жел, сулы қар жауып, сымдар оратылып, фазаларды істен шығарып, тұйықталу болып, су құбыры қосылатын сымы өртеніп кетті. РЭК ол туралы хабарламасын жібермеді. Жерасты су құбырын қосылу шешімі қабылданғанда құрылғы қосылмай қойды. Су құбырының трансформаторлық подстанциясының қорғау ұяшығы жанып кетіпті. Қорғауы істеп, біздің құрылғымыздың жануына әкелген. Өрт қызметін шақырттық. Өзім де сол жерге бардым. Бүкіл күш қалыпқа келтіруге жұмсалды. Енді жақын арада бұл жағдай кімнің кінәсінен орын алғанын тергеу көрсетеді. Оған өте қатаң қараймыз деп ойлаймын. Өйткені бүкіл қала қауіпсіздігін тәуекелге қойдық. Қалалық сумен қамту жүйесінде қысым 1,5 килограмды құраған. Су тек ғимараттардың бірінші қабаттарына жеткен. Осыған байланысты ауруханалар, емханалар, көпшілік мектептер, балабақшалар штаттық режимде жұмыс істеп тұрды. Бірақ бірнеше білім мекемелерінде оқушылар қашықтан оқуға көшірілді. Өз кезегінде пәтер тұрғындары мен бірінші қабатта орналасқан бизнес нысандарының иелері қамқорлықтары мен мейірімдерін көрсетіп, жоғары тұратындарға су алып алуға рұқсаттарын беріп, ұсыныстарын жасап жатты. Қалыптасқан жағдайда пәтер иелері кооперативтары мен үйлердің жауапты тұлғалары жедел әрекет етті. Жители первых этажей Бірінші қабаттардың тұрғындарында су болды. Біздің аймақ таулы болғандықтан кей аудандарда бірінші, екінші қабаттарда да су келіп тұрды. Мәселен, 5-4 ықшам аудандарында бірінші қабатта да су болмады, өйткені олар жоғары орналасқан. Онымен қоса, пәтер иелері кооперативтарының төрағалары қай үйдің жертөлесінен су алуға болатынын хабарландыру түрінде жазып, іліп қойған. Санаулы сағаттардың ішінде төрағалар мен үйлердің жауаптылары осы жұмысты ұйымдастырып, тұрғындарды ақпараттаған. Оларға ол үшін алғыс білдіремін. Сонымен қоса, жоғары қабаттағылар бірінші қабаттағыларға келіп, су алуға рұқсат сұрап, керек көлемде толтырып алған жағдайда болды. Су арнасы су таситын көліктердің жұмысын неге ұйымдастырмаған деген сұраққа әкімдікте түсіндірді. Белгіленген ережеге сай, тұрғындарға су тасу тек 1 тәуліктен астам су болмағанда ұйымдастырылады. Қала бөлігі мен қарлы қатпарды кетіру, РЭК желісінің техникалық ақаулықтарын жою және 24 сағаттың ішінде қалаға су беруді қалпына келтіру шешімі қабылданды. Осылайша, Риддердің сумен қамтылуы кеше толық қалпына келтірілді. Әкім ЛКГС компаниясына жағдайды бақылауды тапсырды. Онан тыс, Дәулет Батырбаев қар қатпарланған және онымен күресудің тиімді әдістерін іздестірудің бірлескен ісі жүргізіліп жатқанын ескерді. Вместе с тем, сегодня, когда мы разбирались уже с
Казцинкпен сөйлесу барысында өте тиімді жолын да қарастырдық. Ол арнайы технологиялық жолмен, яғни жылытушы кабель арқылы қатпарланған қарды еріту. Оны ЛКГС компаниясы жүзеге асыра алады, өйткені ол электр энергиясын өз өндіреді. Ол кабельдер қардың қатып, қатпарлануына жол бермейді. Ол үшін жобалық сметалық құжаттамасын дайындау қажет, зерттеу керек. Біздің осы саладағы ғалымдарды, зиялыларды іске қосу керек. Бір жолын тауып, қолдан келгенін жасауға болады.